Сәлем достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекті видеомыз жүктілікті жоспарлау, яғни жүкті болғысы келетін қыз-келіншектер тапсыруы қажет анализдер туралы айтатын боламыз. Егер жүктілікті жоспарлап жүрсеңіз, бұл видео сізге арналған. Тақырып қызық болатын болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де гинекологиялық мәселелер, яғни гинекологиялық сауаттылықты, медициналық сауаттылықты арттырғыларыңыз келсе, онда менің Instagram және Telegram каналдарыма жазылып, түрлі тақырыптарда керек ақпараттарды алсаңыздар болады. Сілтемесін төменге қалдырдым. Міндетті түрде тіркеліп жазылып алыңыздар. Жалпы жүктілікті жоспарлаушы кез келген қыз-келіншек ең бірінші баруы қажет маман ол гинеколог. Гинекологтың кеңесінде гинеколог ең алдымен сізге гинекологиялық осмотр, яғни тексеру жасайды, арнайы креслода, және де сіздің жыныс ағзаларыңызға сипаттама береді. Қажет болатын болса, қосымша анализдер тағайындайды. Сіздің жүкті болудағы жоспарыңызды, қандай дәрумендер қолдануыңыз қажет, қандай қосымша анализдер керек болса ем тағайындайды. Және де келесі ол зерттеу әдісі, ол кіші жамбас ағзаларының, осы жыныс ағзаларының ультрадыбыстық зерттеуі. Яғни міндетті түрде егер қыз баласы болатын болса, немесе қынап арқылы тексеру болмайтын болса, онда арнайы іш арқылы, яғни трансабдоминальды түрде ультрадыбыстық зерттеу жүргізіледі. Егер төсек қатынасында, яғни жыныстық өмірмен өмір сүретін болсаңыз, онда міндетті түрде трансвагинальды әдіс арқылы, яғни қынап арқылы тексерткен ең дұрысы. Себебі осы жол арқылы тексерту осы жыныс ағзаларына дұрыс баға беруге көмектеседі, ешқандай кедергісіз. Осы кіші жамбас ағзаларын әсіресе етеккір циклының алғашқы апталарында, яғни етеккір кезінде болады, 5-ші, 6-ші, 7-ші күндері, солай өзіне сәйкес қандай да бір патологиялар болатын болса, сол патологиялардың өсуіне, динамикасына байланысты гинеколог сізге қай күні тапсыру керек екенін айтатын болады. Сондықтан гинекологтан кейінгі маңызды зерттеу әдісі ол осы УЗИ болып табылады. Ультрадыбыстық зерттеу ол адамзаттың ойлап тапқан ең зиянсыз әдістерінің бірі болып табылады. Сондықтан да зияны әлі күнге дейін анықталмады. Тіпті жүктілік кезінде бір емес, бірнеше рет ультрадыбыстық зерттеу жасатуға болады. Сондықтан еш қорықпаймыз. Және де ультрадыбыстық зерттеу ешқандай да түсікке немесе осы жыныс ағзаларына қауіп төндірмейді. Сондықтан қорықпай тексеріле берсеңіздер болады. Келесі ол сүт бездерін тексеру. Яғни біз сүт бездерін, яғни омырауды міндетті түрде тексеруіміз қажет жүктілікті жоспарлау барысында. Себебі жыныс ағзаларына да осы сүт бездері жатады. Бұл да жүктілікті жоспарлауда маңызды рөл атқарады. Сондықтан болашақ сәбидің, нәрестенің осы сүт бездері болашақ қорегі болғандықтан, осы қызметті атқаратындықтан сүт безі өте маңызды, және жыныс ағзаларымен сүт безі тікелей бір-бірімен байланыста болады. Егер жыныс ағзаларында қандай да бір өзгерістер, немесе керісінше сүт безіндегі өзгерістер, ол осы тұтасымен әйел ағзасының қызметінің нашарлауына алып келуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде сүт бездерін тексеру, оның арнайы маманы бар, мамолог деп аталады, сол кісіге барып консультация алу қажет. Міндетті түрде сонымен қатар сүт бездерінің ультрадыбыстық зерттеуі бар. Ал 40 жастан асқан қыз-келіншектерге міндетті түрде рентгендік әдіс, яғни маммография жасалады. Осыны ұмытпаңыздар, және тексертіп алу артық етпейді, әсіресе осы жүктілікті жоспарлап жүрген қыз-келіншектерге. Келесі әдіс ол осы жыныс жолдары арқылы жағынды алу, яғни мазок деп жатамыз. Ол екі түрге бөлінеді. Біріншісі ол біз мына қынап аймағының, одан кейін зәр шығару аймағының аймақтарындағы, ол жердегі флораны дейміз, ол аймақтың қалыпты микрофлорасын анықтау үшін біз бірінші жағында аламыз, және де екінші жағындының түрі ол онкоцитологиялық, яғни ісіктік өзгерістер бар ма, қатерлі ісіктер, осы жатыр мойында өзгерістер бар ма, дисплазия, қатерлі ісікке тән, яғни қалыпты емес клеткалар бар ма, соны анықтау мақсатында яғни онкоцитологиялық жағында алу қажетпіз. Сондықтан осы мазокты тапсыру қажет. Бұл емханаларда тегін
түрде жасалады және де ақылы түрде де өтсе болады. Ешқандай қорқынышты процедура емес, сондықтан ешқандай қорқынышсыз барып алдыра беруге болады, тапсыра беруге анализді. Және де кей жағдайда осы анализ алу барысында, осы мазокты алу барысында шейкада жарақат пайда болуы мүмкін, яғни қанды түзілістер пайда болуы мүмкін. Выделение ретінде ол қорқынышты емес, ол өздігінен кетіп қалады. Сондықтан осы анализді тапсырғаннан кейін мазокты қанды бөліністер болып жатса уайымдамаймыз. Келесі әдіс ол ПЦР арқылы арнайы жыныстық жолмен берілетін инфекциялар бар ма, жоқ па, соны анықтауымыз қажет. Себебі бұл инфекциялардың, әсіресе жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың бар болуы, ол жүктіліктің болмауына, жүктілік болатын болса да дұрыс дамымауына, немесе балада даму ақауларының пайда болуына, және де босану процесі кезінде, бала дүниеге келгеннен кейін де кері әсерлерін беруі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осы анализ бар ма, жоқ па анықтаймыз. Егер бар болатын болса, міндетті түрде екі жұп бірге емделу қажет. Әсіресе ең керекті анализдер ол хламидияға, гонореяға, содан кейін трихомониазға және микоплазмаға арнайы анализдер бар. Әсіресе ИФА емес, ол ПЦР анализі арқылы тапсырылады. Сондықтан осы 4 қоздырғыштың түрін анықтау қажет. Егер осылардың біреуі анықталатын болса, міндетті түрде ем тағайындау қажет. Себебі жоғарыда айтқандай бұлардың барлығы жүктіліктің дамымауына, немесе жүкті болмауға сәйкесінше көбінесе бедеулік мәселесінде осы қоздырғыштар негізгі себепкер болуы мүмкін. Сондықтан ПЦР анализі осы жүктілікті жоспарлауда қажетті анализдердің негізгілерінің бірі болып табылады. Келесі анализ ол жалпы қан анализі мен жалпы зәр анализі. Жалпы қан анализі арқылы біз ағзамыздың жалпы жағдайын анықтай аламыз. Осы анализ міндетті түрде керек, себебі болашақ ананың, яғни болашақ жүкті әйелдің денсаулығы қалай, өзгеріс бар ма, жоқ па, тіпті қабыну болсын, айналымдағы қанның көлемі, тұтқырлығының барлығы осы жалпы қан анализі арқылы анықталады. Ал жалпы зәр анализі ол зәр шығару жолдарының жағдайын анықтауға көмектеседі. Егер осы зәр анализінде қандай да бір өзгерістер болса, ол бүйректің, зәр шығару ағзаларының, қуықтағы, немесе уретрадағы өзгерістердің бар жоғын анықтауға жәрдемдеседі. Сондықтан міндетті түрде зәр анализін тапсыруымыз қажет. Себебі жүктілік кезінде зәр шығару ағзаларында көбінесе осы жіберіп алғандықтан, дұрыс кезінде емдемегендіктен көп асқынулармен өтуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде зәр анализін тапсыру қажет. Одан кейін міндетті түрде қан тобын анықтау қажет. Себебі кей жағдайда ер адамда әйел адаммен сәйкесінше қан топтары резус факторлары сәйкес келмеуі нәтижесінде жүктілік болмауға, немесе жүктілік даму барысында әйел ағзасына кері әсерлерін беруі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде өзіңіздің қан тобыңызбен резус факторды анықтап алған абзалырақ. Келесі анализдер ол ВИЧ-қа, сифилис, яғни мерезге және де гепатит Б мен С-ға арналған антиденелер бар ма, жоқ па, соны анықтауған анализдерді тапсыруымыз қажет. Себебі бұл анализдердің барлығы жүктілікке әсер етуі мүмкін, және де болашақта баланы дүниеге алып келгеннен кейін ол баланы тамақтандыру, яғни емшек сүтін беру-бермеу мәселесі шешілуі мүмкін. Және де осы жағдайда бұл инфекциялардың барлығы қан арқылы, осы жыныс жолдары арқылы берілетіндіктен олар жаңағы әйел кісіден босану барысында босану тактикасын өзгертуі мүмкін, кесіртілігімен босануы мүмкін деген сияқты өзгерістерге алып келуі мүмкін, және асқынулар беруі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде бұл анализдерді тапсыруымыз қажет. Ал келесі анализдер ол қызамыққа қарсы антиденелерді анықтау. Себебі кейбір кісілер осы қызамыққа қарсы вакцина, яғни екпені алмаған нәтижесінде жүктілік кезінде жұқтырып алуы мүмкін. Ал жүктілік кезінде жүкті әйел осы
осы қызамықпен ауыратын болса, онда балада туа біткен даму ақаулары болуы мүмкін. Ол балаларда жаңағы құлақ кемістігі, көзінің көрмеуі және жүрек ақауларымен туылу мүмкіндігі жоғары болады. Сондықтан міндетті түрде қызамыққа қарсы антиденелер ағзада бар ма, жоқ па, соны анықтау қажет. Егер Құдай сақтасын, егер жүкті болып жүріп осы қызамықты жұқтырып алатын болса, онда дүниеге жаңағы даму ақауларымен сәби келуі мүмкін. Соны ескеру қажет. Сондықтан осы анализдерді біз тапсырсамыз. Көбінесе жүктіліктің дамымай қалу ерте кезінде, одан артта қалуы, жүрек соғысының тоқтап қалуына да осы қызамықтың, яғни инфекциясының вирус жұқтырып алу нәтижесінде болуы мүмкін. Енді келесі ол тапсырылатын анализ глюкоза, яғни болашақ жүктілікті жоспарлап жүрген әйелдің қанынан глюкозаның мөлшерін анықтауымыз қажет. Себебі жүктіліктің дұрыс өтуі үшін де, баладағы қан айналымы дұрыс болуы үшін де осы глюкозаның мөлшерінің тұрақты және де қалыпты болуы өте маңызды. Себебі қан айналымдағы жалпы ағзадағы энергияның көзінің бірден бір себепшісі сол глюкоза болғандықтан, және глюкозаның қанда дұрыс емес болуының нәтижесінің барлығы эндокриндік ауруларға алып келуі мүмкін. Осы қант диабеті сынды соның барлығы ол жүктіліктің дамуына, жүкті болуға кедергілерін жасауы мүмкін. Сондықтан глюкозаның мөлшерін анықтауымыз қажет. Келесі анализ ол қалқанша безінің қызметін бағалау үшін тапсырылатын ТТГ гормоны. Осы гормонның да мөлшерінің дұрыс болуы ол жүктілікке тікелей әсер етеді. Кей жағдайда мөлшерінің жеткіліксіз болуы немесе шамадан тыс болуының барлығы әйел организміндегі осы әсіресе жыныс ағзаларының қызметіне кері әсер етіп, сәйкесінше жүктіліктің болмауына немесе жүктіліктің дұрыс өтпеуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан ТТГ гормонында қан анализі арқылы тапсыру қажет. Келесі ферритин, трансферин анализдерін, яғни бұл көбінесе темір тапшылықты анемиясы бар, яғни қауіп тобында жататын қыз-келіншектер тапсыруы қажет анализдер болып табылады. Бұл жаңағы ферритин, трансфериннің ағзада жетіспеушілігі ол жүктілік кезінде әйел кісінің жағдайының нашарлауына алып келуі мүмкін. Себебі барлық организмдегі жетіспеушілік ол баланың алғашқы триместрда дұрыс қалыптасуы үшін қор ретінде қажет болады. Егер әйел организмде жетпей жатса, сәйкесінше де балада да жетіспеушілік туындауы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде жүктілікке дейін осы жетіспеушіліктерді анықтап, орнын толтыруымыз қажет. Бұның барлығы темірдің қорын анықтауға көмектесетін анализдер болып табылады. Келесі ол витамин D-ның, яғни қазіргі таңда зерттеу бойынша D витамині ол организмде 3000-нан астам қызмет атқаратын бірден бір витамин болып табылады. Тіпті гормон тәріздес қызмет те атқарады. Сондықтан бұл гормонның жетіспеушілігі жиі анықталып жатады. Бұл гормонның жетіспеушілігі жыныс ағзаларының қызметіне тікелей әсер етеді. Сондықтан егер жетіспеушілік болатын болса, міндетті түрде анализ тапсыру арқылы лабораториядан жетіспеушілік болатын болса, дефицит болатын болса, орнын толтыруымыз қажет. Себебі біз көп жағдайда витаминді тағайындағанда оны біз профилактикалық, яғни бар мөлшерді тұрақты түрде сақтап тұру үшін, оны өсіру үшін емес, төмен түсіп кетпеу үшін ғана тағайындаймыз. Ал жетіспеушілік болатын болса, ол профилактикалық доза аздық етуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде емдік доза қажет болады. Сондықтан анализдің қорытындысымен ғана тағайындалады. Сондықтан міндетті түрде D витаминін тапсырған дұрысырақ болып табылады. Келесі ол міндетті түрде жүктілікті жоспарлаушы қыз-келіншектер терапевт пен стоматологтың консультациясынан өткен дұрыс. Себебі терапевт сіздің гинеколог тек қана жыныс ағзаларыңыздың қызметіне тексеріп, соларға бағыт-бағдар беретін болса, онда осыға дейін сізде қандай да бір ағзаңызда созылмалы аурулар болатын болса, онда терапевт маман соның барлығын анықтап, қажет болса қосымша жаңағы сол саланың мамандарына консультацияға жібереді. Және де мысалға жоғарыда айтып өткенімізде D витаминінің жетіспеушілігі немесе темір тапшылықты анемия кезінде оны коррекциялап ем тағайындау қажет болатын болса, оның барлығын тіпті бүйректің де қызметін ретке келтіруге жәрдемдесетін ол терапевт болады. Ал терапевттің бағытымен урологқа, солай басқа мамандарға бара аласыздар. А біздің гинекологтардың қызметі тек қана жыныс ағзаларымен ғана біз жұмыс жасаймыз. Тіпті біз темір тапшылықты
болашақта анемияны да емдей алмаймыз кей жағдайда. Себебі оның өзіне тән ерекшеліктері, стадиясы болуы мүмкін. Және де стоматологтың кеңесі міндетті түрде қажет. Себебі жүктіліктің бірінші триместрында егер тістеріңізде, қызыл егінізде, яғни ауыз қуысында қандай да бір осыға дейін мысалға инфекциялар болатын болса, тістеріңізде проблемалар болатын болса, дәл осы жүктілік кезінде ол асқынуға алып келуі мүмкін. Сол кезде жаныңызды қинап, емдетіп жүргенше, онда оның алдын алуға болады. Және де бірінші триместрда көп жағдайда біз осы тіс емдеу кезінде қолданылатын жансыздандыру препараттарын салуға болмайды, себебі олардың барлығы балаға тікелей әсер етуі мүмкін. Сондықтан ол осы бірінші триместрда, яғни алғашқы 3 айында сіз қиналып жүрмес үшін стоматологтың консультациясын өткен абзалырақ. Және де ауыз қуысында болатын микрофлора, яғни бактериялардың барлығы егер дұрыс емес микрофлора болатын болса, ол сәйкесінше қанға өтетін болса, ол қан арқылы балаға да берілуі мүмкін. Сондықтан алдын ала стоматологтың консультациясынан өткен абзалырақ. Бұл анализдердің барлығы жүктілікті жоспарлау барысында ең керекті, яғни минимум анализдер тізбегі болып табылады. Ал қосымша сіздің диагнозыңызға байланысты керек емдерді, қажет анализдердің барлығын ол әрине гинеколог өзінің консультациясында шешетін болады. Егер жүктілікті жоспарлап жүрсеңіздер, ең алдымен неден бастарыңызды білмесеңіз, осы анализдерді тапсырып, сол бойынша емдеу түзетулер жүргізіп, жүктілікті жоспарлай берсеңіздер болады. Ал бұлардың барлығы, яғни барлық жүкті қыз-келіншектердің өтуі қажет анализдер болып табылады. Егер өзіңіздің диагнозыңызды таппай, неден бастарыңызды, егер диагноз болып, оған қандай ем жасарыңызды білмесеңіз және жүкті болуда қиналып жатсаңыздар, онда консультацияға жазылсаңыздар болады. Мен Алматы қаласында прием жасаймын, және де әлеуметтік желілер арқылы онлайн консультацияда бере аламын. Сондықтан егер консультацияға жазылғыларыңыз келсе, жекеге жазсаңыздар болады. Консультация туралы ақпаратты төменде қалдырдым. Егер берілген ақпарат ұнайтын болса, онда міндетті түрде каналға жазылыңыздар. Болашақта өте пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және де егер видео ұнап жатса, лайк қойыңыздар. Пікірге өзіңіздің диагноз, сұрақтар болатын болса, сұрақ қойсаңыздар, пікірлеріңіз болса, міндетті түрде жазыңыздар, жауап беретін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.